Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Шымкент қалалық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана маманы мен, Медеубай Қонысбай, инклюзивті технологияларға көзқарас атты жобам бойынша бүгін сіздерге тифлотехникалардың ішіндегі оқу машинкасымен таныстырғым келіп тұр. Жалпы оқу машинасы екі түрден құралады: Сара және де Клиридер. Клиридердің өте айырмашылығы бұл портативті болып келеді. Көздері көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар бұл Клиридер машинасын өздерімен бірге алып жүруге мүмкіндік қарастыру ретінде жеңіл түрде шығарылған машина. Жалпы бұл екі машина не үшін қажет? Көздері көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар қарапайым сау адамдардан қарағанда олар кітап оқуға мүмкіншіліктері жоқ қой. Бұл машиналар бізге сканер арқылы, мысалға кітап бар ғой, мінекей, осы кітапты алып өздеріне керекті кітаптар болады. Кейбіреулер жаңағы литература оқиды деген сияқты, кейбіреулер поэзия оқиды. Осыны машинкаға салып, кнопкасын басып, сканер жасап алады да, сканер жасап болғаннан кейін кітапты жауып алып қойса, ары қарай машина өзі оқып береді. Жалпы кітапты қалай сканер жасау? Кітапты алған кезде біз былай оқығанның өзінде, өзіміз осылай оқимыз ғой, сау адамдар осылай оқиды, мысалға. Бірақтан да машинка оны анық және тынық оқу үшін оны машинкаға қаратамыз, және де бұның сканерлік камерасын ашамыз осылай, және де осылай машинканың екі ортасына ровно қою керек та кітапты. Осы жерде сканер кнопка орналасқан. Дөңгелек шеңберде сканер кнопкасы орналасқан. Сканерді басамыз. Қазір тыңдасаңыздар, камераның дауысы шығады. Компьютером. Подобный посредник есть также между пользователем и операционной системой. Он называется проводник и представляет собой программу, с помощью которой пользователь видит расположение папок и файлов в компьютере на любых носителях информации, локальных, сетевых, сменных. Именно с помощью проводника осуществляется открытие папок, запуск файлов, а также выполнение ряда иных действий, переименование объектов. Жалпы машинаның функционалдық түрлерін түсіндіруге түсем. Мынау круг бар ғой, жаңағы дөңгелек шеңберде, ортасында сканер да. Мынау жоғарыға қарай жүргізсе, дауысын шығарады. Байқасаңыздар. Описание пользовательского интерфейса по умолчанию проводника выведен в область Бұл дауысын көрсетеді. Оқу машинасында мына батырмалар, менюға кіретін батырма, 1 мен 2-ні басса, ортадағы жылжытқыш бұл скорость. Тез оқиды. Тез оқиды және жай оқиды дегенді білдіреді. Мына жақтағы громкость. Байқаватсаңыздар, дауысы қатты шығып жатыр. Пасету үшін артқа қарай. Тише, 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 тише. Бұл оқу машиналары орыс тіліндегі кітап, журнал, газеттерді оқыса, және қазақ тіліндегі кітап, журнал, газеттерді де оқиды. Екі машина бір функциялы түрде оқиды: сканер жасап оқу арқылы және де сканер жасап оқу арқылы. Екінші машина Сарадан қарағанда Клиридер қолға алып жүруге өте ыңғайлы. Көздері әлсіз көретін және мүлдем көрмейтін бірінші топтағы көз мүгедектері осы Клиридер машинасын үкімет тарапынан тегін ала алады. Құрметті оқырмандар, Шымкент қалалық арнайы кітапханасына келіп, осы машина жөнінде түсінбейтін сұрақтарыңыз болса және үйрену дәрістері мәзіріне кіріп, тілді қалай ауыстыру, қазақ тілінен орыс тіліне немесе орыс тілінен қазақ тіліне қалай ауыстыру жөнінде ақпараттарды білгілеріңіз келсе, біздің есігіміз сіздер үшін әрдайым ашық. Келіңіздер, күтеміз.